Достар, осы Алакөл жеріне көптеген мықты адамдар келді. Бұрын космонавттар да келіп жататын. Космостан ұшып келгеннен кейін құлан таза болып, бүкіл радиациясын денесіндегі алатын осы Алакөл еді. Қандай киелі жер. Атақты француз саяхатшысы, бүкіл мұхит көлдердің, былай айтқанда патшасы, зерттеушісі Жан-Жак Ив Кусто да өмір қолынан Құранын тастамайтын. Осы Алакөлге келгенде былай деп айтты: Алакөл деген бір киелі, берекелі жер екен, керемет деп. Расында да достар, Алакөл туралы неше түрлі аңыз әңгімелер бар. Соның біреуін айтып берейін сіздерге. Баяғыда бір бай болыпты осы Алакөл жерінде. Осыған көшіп келгеннен кейін малы деген 2-3 есе көбейіп, үлкен байлыққа кенеліпті. Ол байдың бір жалғыз әдемі, ақылды, түрі айдай жарқыраған, өзі шолпандай ақылды әдемі қыз бопты. Бай қызғанып оны ешкімге бермейді екен. Сонда халайықтың бәрі осы Алакөл маңына көшіп келіп былай дейді: ей, бай, қызыңды бермесеңіз, біз де осы жерде тұрақтап тұра береміз дейді. Бай ойланып не істерін білмеген соң былай дейді: жақсы, былай айтайық, мынандай шарт қояйын мен сендерге. Кішкентай қозыны сойып қазанға саламыз. Сол қайнап піскенше, кім мына Алакөлді атымен айналып шауып келеді, қызымды соған берем дейді. Оған келісіп, кішкентай тоқтыны сояды, қазанға салады. Сол кезде шабармандар шауып кетеді, айланып. Қараңыздар, осындай үлкен Алакөл айланып кетеді. Сонда бай отырып түс болған кезде: не болды? Қазан қайнады ма деген кезде: жоқ, су ғана енді қайнады дейді. Біраз уақыт тағы өтеді. Қазан қайнады ма десе: жоқ, әлі қайнаған жоқ. Неге десе: енді міне пісейін деп жатыр дейді. Қозыны енді салдық, тұздап дейді. Кеш батады. Кеш батып қалған кезде қазан қайнады ма десе, бай ызаланып: иә, міне қайнайын деп жатыр, қазір дайын болады дейді. Сол кезде топты жарып, кедейдің жас жігіті, баяғыдан сол қызды жақсы көретін, сол шауып келіп, дәп қазанның қасына келгенде аты домалап құлайды. Сонда жігіттердің бәрі қуанғанынан: қазан қайнады дегенде, бай орнынан тұрып жүгіріп шықса, жас жігіт келіпті. Осыдан кейін бай қатты ойланып, өзінің сөзінде тұру керек. Сол себептен өзінің бүкіл малы мен қызын осы жігітке тұрмысқа беріп, бай қуатты өмір сүріпті. Міне осындай оқиғалар бар, осындай аңыз әңгімелер бар. Иә, қалайық, былай қарап отырсаңыздар, шынында да киесі өте мол, емі өте мол жерлердің бірі Алакөл.